Ұйықтарда дәрет алып жатудың мәні неде? Дәрет алып жатудың пайдаларын былайша тізбектеуге болады. Кіші күнәлардың кешірілуіне себеп. Шынайы рахмани түс көруге сеп болады. Ұйқысында шайтанның әзәзілінен ұзақ әрі қорқынышты түстер көрмеуіне септігін тигізеді. Ұйқы кіші өлім екені мәлім. Ажал жетіп, о дүниелік болып кеткен жағдайда таза дәретпен кеткен болады. Ұйықтар алдында жұққан түрлі микробтар адам ұйқыға кеткеннен кейін қимылсыз жатқан денеде одан сайын көбейіп, саны арта түседі. Ал дәрет алу арқылы сол нәрсенің алдын алған боламыз. Ең дұрысы Аллаға мәлім.